Қайырлы күн, достар. Бүгін сіздермен атышулы сырный шарики жасаймыз. Бұны жасау оңайдың оңайы. Бізге қажетті заттар ірімшік, ұн, қопсытқыш және белок, яғни жұмыртқаның ағы. Жұмыртқаның ағын сарысынан бөліп аламыз да, миксердің жай жылдамдығынан бастап бір шымшым тұз қосып араластырамыз. Миксердің жылдамдығын бара-бара қосып, оны осындай тығыз, нығыз болғанша араластырамыз. Енді белоктың үстінен барлық ірімшігімізді салып араластырамыз. Әдемілеп араластыруымыз керек. Осындай кілегей тәрізді болғанша араластырамыз да, үстінен ұнымызды саламыз. Оны да сондай бір-біріне жақсы жабысатын болғанша араластырамыз. Бір қамыр сияқты болып қалады өз соңында. Егер сізге ыңғайлы болса, қолмен араластырғаныңыз дұрыс. Барлығын бір келкі шариктер думалақ пішінде етіп, құрт сияқты қылып істеп шығамыз. Құрт істейтіндер болса, жақсы түсінеді оны. Табада майды қатты қыздырамыз да, бірінен соң бірін салып, бауырсақ сияқты етіп, қызарғанша қуырып аламыз. Бауырсақ сияқты қып қызыл қылсаңыздар да болады, бірақ мен сарғыш алтын түсті болғанын жөн көремін.